Саламатсыздар ма оқушылар? Сіздермен Хайролла Нұрсұлтан Бөлтірікұлы, Қазақстан тарихы пәні, дүниежүзі тарихы пәнінің мұғалімі, ОГТ сарапшысы. Бүгін бізде дүниежүзі тарихынан нұсқа талдау. Бүгін 21 күні кездескен сұрақтардың бір қатарын талдап көрелік. Оқушылар, бізде дүниежүзі тарихынан әртүрлі контексттер келіп жатыр. Тұлғаларға байланысты контексттер көбірек кездесіп жатыр, иә. Енді бізде жаңа контексттік сұрақ келді. Ол бізде игорь жасағы туралы жыр. Контекстте кейбір кездері сұрақтардың үшеуіне контексттің ішінен тауып жауап беруге болады, ал екі сұраққа ойланып, логикаларыңызды қосып жауап бересіздер. Енді бұл контекстті көрейік. Қандай контекст, иә? Алдағы уақытта келуі мүмкін ғой. Ал кеттік. Бірінші сұрақ. Бірінші сұрақ. Мәтін бойынша шығармада жазылды. Әрине, игорь жасағы туралы. Игорь дегеніміз кім? Рустың князі, иә? Игорь князьді білесіздер ғой. Рюриктерден шыққан, иә? Олегтен кейін тақта отырған. Келесі, игорь жасағы туралы жыр шығармасында сөз болған тайпалар бұл қыпшақтар. Яғни Қыпшақ хандығының кезеңі. Қыпшақ хандығын білесіздер, Қазақстан тарихынан 11-13 ғасырларда өмір сүрген үлкен мемлекет. Келесі үшінші. 1185 жылы Киевте жазылған игорь жасағы туралы жырда қолданылған жанр мадақтау. Ал егер мадақтау болмаса, жоқтау мен жұбатуды да қоясыздар. Келесі. Игорьді мадақтайды, иә. Қайтыс болған жауынгерлерді жоқтайды, халықты жұбатады деген сияқты. Келесі төртінші. Игорь жасағы туралы жырға қатысты мәлімет туынды көркем тілмен жазылған. Ауыз әдебиеті, яғни. Келесі бесінші. Мәтін бойынша дұрыс дәйекті анықтаңыз. Игорь Святославич пен Қыпшақ ханы Қоншақ арасындағы соғыс. Енді кейде осы мәтін сәл өзгеріп те келуі мүмкін. Немесе бұл мәтін мен 100% білмеймін, примерно өзім ойлап, осындай мәтін келген шығар деп ойлап жатырмын оқушылар. Оқушылардың айтуы бойынша, иә. Кеттік. Енді келуі ықтимал сұрақ осыған байланысты. Игорь жасағы туралы жырға қатысты мәліметтер. Бірінші, 1185 жылы Киевте жазылған ежелгі русьтегі ең елеулі поэзиялық шығарма Қыпшақ ханы Қоншақ басқарған әскермен соғыс суреттелген. Келесі төртінші. Ықтимал сұрақ. Игорь жасағы туралы жырға қатысты мәліметтер. Туынды көркем тілмен жазылған, жоқтау, жұбату, мадақтау, тағы басқа жанрлар қолданылған фольклорлық, эпикалық шығарма деп кездесуі мүмкін. Бұл 6 класс бойынша. Жалпы 6 класста дәл осындай бір мәліметтер көп жазылмаған ол жерде бір 6 сынып оқулығында, яғни автор айтпай Тамара баспасында игорь жасағы туралы бір екі ғана сөйлем берілген. Бірақ соны былай мәтін қылып, басқа хрестоматияны қолданды ма екен білмедім. Басқа да бір оқулықты қолданып, сіздерге контексттің ішінен сұрап тұр сұрақты және логикалық білімдеріңізді тексеріп тұр. Сондықтан контекстте логикалық ойлау керек. Ол үшін оқушылар кітапты оқу керек. Кейбір жаттайтын нәрсесін жаттау керек. Осыған байланысты, иә. Кеттік. Енді игорь жасағы дегеннен қараңдаршы, мына үшінші сұрақты. Мадақтау игорьді, иә, патшаны. Және қосымша сұрақ оқушылар Қазақстан тарихынан келсек, игорь жасағы туралы жыр қай зерттеуші жазды? Олжас Сүлейменов. Олжас Сүлейменов өзінің Азия деген зерттеу еңбегінде тарихи фольклорлық еңбек қой, тарихи тілдік еңбек, иә. Сол еңбекте игорь жасағы туралы талдап, таныстырып, бүкіл әлемге танытқан. Орыстардан да ерекше мықты қылып талдаған сол еңбекті. Кеттік келесі сұрақтарға. 19 ғасырдағы герман жерінде қуатты мемлекет ол бізде Австрия, Пруссия біріктіреді, иә. Австрия біріктіруден тыс қалады. 1940 жылы үштік пактіға біріккен елдер, әрине ол Германия, Жапония, Италия. Оның алдында антикоминтерндік пактіға қол қойғанын білесіздер. 36 жылы Италия, 37 жылы қосылды, иә. Германия, Австрия, Венгрия, Италия болды бізде үштік одақ 1882 жылы. Англия, Франция, Ресей, Антанта ол 1907 жылы. КСРО, ақш, Ұлыбритания бұл антифашистік одақ. Келесі. Үшінші. ақш, Юта, Колорадо штаттарын тартып алды. Испаниядан, Мексикадан тартып алды. Ресейден Алясканы сатып алды 1867 жылы 2 Александрдан. Франциядан 1803 жылы Луизиананы сатып алды. Жерде мен жылдарын жазайын. 1867 жылы Алясканы алды.
Франциядан 1803 жылы Луизиананы сатып алды Наполеон. Иә. Ал Испаниядан 1819 бекен, жазбай ақ қойшы, 1819 жылы Флориданы алды, қателеспесем 1819. Келесі, төртінші. 18 ғасырдың соңындағы Франция революциясының негізгі қорытындысы бойынша дұрыс дәйекті анықтаңыз. Дұрыс дәйек. Бізде мына сұрақ келіскен: капитализмнің әрі қарай дамуына жағдай жасау. Егер сұрақ ауысып кетсе, мына феодалдық абсолюттік құрылысты да жою дегенді де қоясыздар. Бұл да дұрыс. Екеуін де қоя салайын, иә. Енді осы француз революциялары, 18 ғасырда француз революцияларының нәтижесіне байланысты мына ықтимал сұрақтар. Ықтимал сұрақтар мен былай қояйын. Ықтимал сұрақтар. 18 ғасырдағы француз революциясының нәтижесі немесе нәтижелері. Ал көрейік. Феодалдық абсолюттік билікті жойды. Капитализмнің дамуына жағдай туғызды. Аграрлық мәселені шешті. Демократиялық құқықтар мен еркіндіктер жарияланды. Бұл бізде сәйкестендіру де келуі мүмкін, көп вариантты да келуі мүмкін, жеке мүмкін, контексті кездесуі мүмкін. Иә, мысалы, сәйкестендіруді қалай кездесуі мүмкін? 18 ғасырдағы француз революциясының нәтижесін наполеондық соғыстар сәйкестендіруі мүмкін. Немесе француз революциясының нәтижесімен ағылшын революциясының нәтижесін сәйкестендіру мүмкін деген сияқты, иә. Көп варианты да кездесе алады. Бақылайсыздар. Бесінші сұрақ. Танзимат реформасына жатпайды. Танзимат реформасына жатпайды, мынау болады: империя уәлаяттарға бөлінді. Қалғандардың бәрі жатады. Келесі. Ихтиуандар қозғалысына қатысты дұрыс дәйек. Дұрыс дәйек бізде бағытталды. Енді нақты жоқ, міне дұрыс дәйектерді мен барынша қоюға тырыстым. 4 дұрыс дәйек, осының ішіне қайсысы кіргенін білмеймін, енді біреуі келу керек. Көтеріліс Қытайда болды. Манчжур үкіметі мен жат жерлік отаршылдарға бағытталды. Қытай жерінен барлық шетелдіктерді қуу Қытайдың тәуелсіздігіне жету жолын көздеді. 1900 жылы ихтиуандарға қарсы интервенция бастаған елдер. Бұл бізде 8 жағы: Англия, Франция, Италия, Австрия, Венгрия, Германия, ақш, Жапония, Ресей. Осылардың біреуі келу керек. Иә, жұмылған жұдырық деген бар ғой, мини империясын қайта қалпына келтіреміз деген ұрандары бар. Иә, шетелдіктер кетсін, жат жерліктер кетсін, мини империясын қайта қалпына келтіреміз. Жаңадан кездескен сұрақтардың бірі мына сұрақ: 1898 жылдың күзінде күрес одағы өкілдерінің өздерінің бірінші съезін өткізген қаласы. Күзінде күрес одағы, иә, ол Ленин құрған күрес одағы, иә. Бұл бізде Минск қаласы болады. Яғни РСДЖП деген партия құрылады осы жерде. Ресей социалистік демократиялық жұмысшылар партиясы құрылады, кейін коммунистік партия болып аталады. Женевада бізде еңбектен босату құрылды. Санкт-Петербургта марксистік ұйымдар құрылды, жаңа күрес одағы. Ал күрес одағы осы жерде алғашқы жиналысын өткізіп РСДЖП. Ал Брюссельде екінші съезі болды. Лондон мен Брюссельде екінші съез болады. Кейіннен бұл партия 1917 жылы қазан айында революция жасайды. Сөйтіп, қазан революциясын жасап, билікке кеңестер кіреді. Большевиктер деп аталады олар. 1895 жылы Симоносеки келісіміне қол қойған. Бұл да жаңа сұрақтардың бірі кездескен. Жапония мен Қытай Симоносеки келісімінің нәтижесін сұрайды. Осыны біліңіздер. Кімде-кім Симоносеки келісімінің нәтижесін біледі, сол комментарийға жазсын. ақш пен Жапония арасындағы келісім білесіздер, 1854 жылы командор Перриға байланысты, иә. Одан кейін 1855-56 жылы келісімдер бар. Жапония есігін ашылды ғой. Ресей келісім жасайды, жеке-жеке Франция, Голландия келісім жасайды, иә. Англия келісім жасайды. Енді Қытай Англиядан келісімдері көп. Одан кейін келісімі бар, Тяньзин бар, иә. Басқа да бір келісімдер болуы мүмкін. Жапония, Голландияда келісімі бар, жылын ұмытып тұр. Осы 54-тен кейін болу керек. Келесі 9. 1916 жылы оңтүстік Африкадан Үндістан құрылған ұлт-азаттық қозғалыс жетекшісі әрине Ганди. Енді Ганди туралы өте сұрақ көп кездеседі. Контекст кездесуі мүмкін. Гандидің мамандығы заңгер, адвокат. Ганди қай жерде оқыды? Лондонда оқыды. Ганди оңтүстік Африкадағы үнділердің құқығын қорғады. Сол жерде өзінің күш көрсетпей қарсыласу деген саяси күрес тәсілін сол жерде қолданды, яғни сатьяграха. Содан атағы шықты да Үндістанға келді. Үндістанға келіп үнді ұлттық конгресінің мүшесі болды. Кейін үнді ұлттық конгресін күшейтті. Тұтастай бүкіл Үндістанды бөліп отаршылдарға қарсы тұрды, иә. Кейін тәуелсіздікке қол жеткізді. Мұхаммед Али Джинна бұл мұсылман лигасы деген партияның жетекшісі, Пакистанның негізін қалаушы. Неру Үндістанның алғашқы премьер-министрі. Индира Ганди Үндістанның билеушісі, бұл Нерудың қызы.
келесі он леонардо да винчидің зерттеген мәселесі. Осы жерде сұрақ, бұл да жаңадан кездесті, алдында бір рет леонардо да винчиға байланысты бір сұрақ келген, ол қайталанды ау деймін. бір қарап көрсек зерттеген мәселесі дегенге кішкене назар аударайықшы осыған. Иә, мен былай ойласам, мен зерттеген мәселесі мынау үшеу болады: жарық пен көлеңке, құстардың ұшуы, судың ағысы мен өлшемі. Енді медицина, соғыс, канал деген қалай кездесуі мүмкін? Бұны сарымен қой, бұл алдағы уақытта кездесуі мүмкін, оны мына жерге жазайын. қазір Иә. Медицина, соғыс, канал деген бізде зерттеумен шұғылданған саласы деп келуі мүмкін. Жазып қойшы: зерттеумен шұғылданған салалары. Салалар деп жазайын, сонда мынау үшеуін бересіңдер егер саласы десе. Медицина, соғыс, канал дегенді бересіздер. Сонымен қатар енді леонардо да винчиге байланысты ықтимал сұрақтарды бір көріп жүрейік. Міне, леонардо да винчиге байланысты ықтимал сұрақтар. Италияның қайта өрлеу дәуірінің аса ірі қайраткері және оның негізін қалаушылардың бірі. Дүниеге келген жері Анкиона деген жерде кездесіпті. Контекст кездесіп қалуы мүмкін, бақылаңыздар. Анкиона деген жерде дүниеге келген екен. Флоренция қаласында білім алған. Сурет мүсіндеріне машықтанып оқыған осы жерде. Пікірлері алдыңғы нұсқа талдауда жасаған, осы да бұтта кездесіп жүр. Адам суреттің көмегімен дүниені таниды. Тәжірибе дүниетаудың бірден бір қайнар көзі. Кім көп еңбек етсе, сол адам бақытты болады. Шәкірттеріне айтқан екен, иә, кім көп еңбек етсе, сол адам бақытты болады. Суреттерінде адам сезімін көрсете алды. Адам сезімін деген ғой. Мона Лизаны білесіңдер ғой, иә. Джаконда дейміз. Мона Лиза бізде Лувр мұражайында сақтаулы тұр. Миланды ауыз сумен қамтамасыз ететін канал қазылды. Көбісі осы сұрақта қарайсыз кіреді. Инквизиция қаһарынан тайсалмай мәйіттерге ота жасады, адамның дене құрысын зерттеді. Міне осы сұрақта кездесуі мүмкін. Леонардо да Винчиге байланысты дұрыс та иек, бұрыс та иек. Қазір ең көп кездесіп жатқан сұрақтар осындай, оқушылар. Кем дегенде әрбір нұсқада 2 сұрақ кездеседі, 3 сұрақ, тіптен 5 сұраққа дейін кетеді. Дұрыс та иекті анықтаңыз, қате да иекті анықтаңыз деген сұрақтарды. Дұрыс емес дәйекті анықтаңыз. Енді модернизм негізгі бағыты бұл бізде 8-ші сыныптың соңғы тақырыптары ғой. Қазіргі заманның, иә, соңғы тақырыбы сурет өнеріне байланыстырған. Бұл бізде фовизм, футуризм болады, экспрессионизм, сюрреализм болады, сюрреализм, кубизм, абстракционизм. Енді оқушылар осы жерге байланысты сіздерге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Ертең осы модернизмнің негізгі бағыттарын негізін қалағандармен сәйкестендіріңіз. Немесе модернизм негізі бағытын қалаған адамдарды, өкілдерін көрсетіңіз деген сұрақтар кездесуі мүмкін, контекстік сұрақтар кездесуі мүмкін. Давайте бәріміз осы жерде кім біледі қазіргі заманды мәдениет тақырыбын, иә, бәріміз жазайық. Фовизмнің негізін қалаған, футуризмнің өкілін, экспрессионизмнің, сюрреализмнің, кубизм, абстракционизмнің өкілдерін комментарийға жазып жіберейікші бәріміз. Келесі 12. Франция екінші дүниежүзілік соғыстан кейін айырылған аумақ немесе барысында деп келуі мүмкін. Бұл әрине үнді Қытай. Енді осыған байланысты сұрақтар. Енді Шандун түбегінен Германия арылды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін, Жапония алып алды, кейін Қытай қайтадан қайтарып алды. Алжир ол келмейді біраздан кейін, 1962 жылы, Алжир жазып қояйын, 1962. Үндістан ол Англияның жері. Енді келу ықтимал сұрақтар осы Францияның осы отарлауының аяқталуына байланысты, отырыстану кезеңіне байланысты. Бірінші сұрақ. 1941 жылы Франция мандаттық режимнің жойылатындығын жариялады Сирия мен Ливанда. Кейіннен 1945 жылы осы Сирия мен Ливан тәуелсіздік алып кетеді. Келесі. 1944 жылы 45 жылдары ұлт-азаттық қозғалыс жаңа сапалық деңгейге көтеріліп өрши түскен Францияның отарлары: Тунис, Марокко, Алжир. Осы жерде Тунис пен Марокко алғашында 1926 жылы тәуелсіздік алып кетеді, Алжирге тәуелсіздік бермей қояды. Оның да себептерін білесіздер, иә. Өйткені Алжирден жаңа мұнай қорлары табылады, соған байланысты, және Алжир жаңағы шикізат көп болады, және Франциямен жақын Жерорта теңізіне байланысты. Бірақ Тунис пен Марокко 26 алып кеткен. Келесі үшінші сұрақ. Францияның отарлық империясының құрамына кірген солтүстік Африка елдері деп сұраса, Алжир, Тунис, Марокконы қоясыздар. Солтүстік Африка елдері. Келесі мынандай сұрақ. Францияның отарлық империясының құрамына кірген Үнді Қытай елдері деп сұраса,
Онда Вьетнам, Лаос, Камбоджаны қойсыңдар. Францияның отарлық империясының құрамына кірген аралдар деген сұрақ келсе, Полинезия, Жаңа Каледония, Мартиника, Сен-Пьер, Микелон, Гваделупаны қоясыздар. Иә, француз отарлары Англиядан кейін ең көп отарлаушы мемлекет болды сөзі. 13-ші сұрақ, индуизм дін ұстанған елдерге байланысты сұрақ келіпті. Бір Үндістан, Непал болады. 10-шы класстың тақырыбында бар еді, дін тақырыбы, сол жерден қарап жүріңіздер. Сәйкестендіру сұрағы. Сәйкестендіру. Тұлғаларды іс әрекетімен сәйкестендіріңіз. Авраам Линкольн, жасыл мен қояйын. Құлдық жою қозғалысын басқарды. Ә, Дэвис. Бізде сарымен қояйын Дэвисті. Оңтүстік конфедерациясының президенті атанды. Енді Авраам Линкольнға байланысты сұрақтар көп кездесуі мүмкін. Республикалық партияның негізін қалады 1854 жылы Чикаго қаласында. Одан кейін сайлауға түсті, сайлауда жеңіске жетті. 1862 жылы екі бірдей заң қабылданды. 61 жылы іске асты. Ол бірінші құлдықты азат ету актісі және комитеттер туралы заң. Кейіннен азамат соғысында жеңіске жетті Авраам Линкольн, және 1865 жылы Авраам Линкольн атып кетті. ақш-тың ұлы президенттерінің бірі. Келесі. 15. Бірінші дүниежүзілік соғыстағы ірі шайқастар мен оқиғаларды сәйкестендіріңіз. Бұл жиі кездесетін сұрақ, кез келген ұбт базасында кездеседі. Марна 2 миллионнан астам қатысқан француздар үшін соғыстың бітпей келген маңызды сәті. Сомма деп бұл шайқастан кейін алғаш рет танкілерді қолданды. Оқушылар енді бір қатарын талдайық дедік, әлде жұмыстар жасалынып жатыр. Бірақ мен сіздерге тағы да айта кетейін, мен сриф сатумен айналыспаймын, ондай кішігірім жұмыстармен айналыспаймын. Менде кәдімгідей интенсив курс оқушылар. Тағы да айта кетейін осы жерде. Интенсив курста ол бір реттік төлем болады. Ол сіз бір күн қатысасыз ба, 10 күн қатысасыз ба, бір ай қатысасыз ба, әлі бір айдан артық уақыт бар ғой, бұтыға уақыт жетеді 7-ші шілдеге дейін. Сол бір реттік төлем төлейсіз, интенсив курс аласыз да, осы сриф талдаулар, күнделікті сұрақтар қосымша беріледі оқушылар. Және қазір ықтимал сұрақтарды көбірек талдап жатырмын. Ол бізде нұсқа талдаулар бұрынғы, куиз бен тақырыптық тесттер, солармен көп жұмыс жасайтын боламыз. Соның ішінде осы ұбт-ға байланысты сұрақтарды келеді. Оның бір жақсы жері, сіз алдын ала дайындаласыз. Ал сриф талдау деген ол күнделікті, ол ертең өзгере салуы мүмкін. Бірақ сіздерге тағы да айтамын, күнделікті сұрақтарды қарап отырған, жұмыс жасаған артық етпейді. Бірақ оған сенбеңіздер. Тағы да ескерту, Қазақстан тарихында солай. Сұрақтар бір күнде өзгеріп кетуі мүмкін. Оқушылар видео ұнаса лайк басып, пікір жазып қойыңыздар, жаңағы сұрақтарға жауап беріңіздер, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сонымен қатар менің әлеуметтік желілердегі тиктоктағы, инстаграмдағы парақшаларыма жазылып қойыңыздар. Ол Нұрсұлтан History деп аталады, ютубта да. Номерімді сақтап қойыңыздар, Нұрсұлтан ағай деп. Курс туралы мәліметтерді осыдан біле аласыздар. Жақсы, сау болыңыздар.